Сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін арықтауға арналған ПП түскі ас жасаймыз. Тек қана түскі асқа емес, кешкі асқа да жасасаңыздар болады. Алдымен орташа пияз бен сәбізді блендерде ұсақтап аламыз. Енді бізге сиыр етінің немесе тауық етінің фаршы қажет. Соған ұнтақталған көкөністерді және бір жұмыртқаны саламыз. Дәміне қарай тұз және дәмдеуіштер қосамыз. Мен копченая паприканы қостым. Жақсылап араластырамыз. Бір ас қасық фаршымызды қолға алып, фрикадельки жасаймыз. Енді заливка дайындаймыз. 2 ас қасық қаймаққа 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. 2 стакан су құямыз, араластырамыз. Менде антипригарный таба, ешқандай май жақпаймын. Фрикаделькиді саламыз, үстіне жаңағы заливканы құямыз. Қақпағын жауып, дайын болғанша дейін пісіреміз. Көк пиязды майдалап турап, үстіне септім. Гарнирға бөлек спагеттиді пісіріп алдым. Спагеттидің орнына күріш, гречка немесе пюре дайындасаңыздар болады. Міне біздің ПП фрикадельки дайын, өте жеңіл ПП тамақ. Арықтап немесе попостап жүрсеңіздер, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, келесі видеода ПП торт шығады. Соны жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.